Керткен саулық арнасы. Мейіздің пайдалы қасиеттерін ежелгі Қытай елінде жақсы білген екен. Мейіз сан алуан түрлі ауруларға емдік қасиеті бар жеміс. Оның қасиеті құрамындағы минералдар мен құнарлы заттарға байланысты. Мысалы, артық салмақтан арылу, іштің қатуын, салауатты өмір салтын ұстанатындарға, ас қорыту жүйесінің қызметін жақсартуға, шаш, қайызғақтан арылу және де есте сақтау қабілеті мен зейін қоюды жақсартып, жүйке жүйесі ауруларын алдын алады. Мейіз ағзадағы холестерин мөлшерін азайтып, жүрек қан тамыр жүйесінің жағдайын жақсартады. Сонымен қатар аллергиялық қышымы жөтелге де пайдаланса болады. Ол үшін дәні мен сабағы бар мейізді таңдап алыңыз. Өйткені бұл мейіздің нәрі өзінде сақталады. Ем үшін кептірілген қара мейізді алыңыз. Оның адам денсаулығына пайдасы өте мол. Мейіз жүкті әйелдер үшін өте пайдалы. Онда ана мен балаға пайдалы және маңызы қоректі заттары бар. Сіздермен дерттен саулық арнасы. Достар, біздің арнаны 97% адам тіркелусіз көреді екен. Егер сіз осы бейнероликті көріп отырған болсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіз. Және де бейнероликті соңына дейін көрсеңіз, мейіздің сіз білмейтін пайдалы қасиеттерімен бөлісетін боламыз. Жөтелген кезде мейіздің қайнатпасын ішіңіз. Ем үшін жақсы кептірілген қара мейізді алу керек. Бір уыс мейізді жуып, 1,5 стақан ыстық суда қайнатып, 10 минут ұстаңыз. Одан артық қайнатуға болмайды. Дайын болған сусынымызды күн ұзаққа жылы күйінде аз-аздан ішіп жүріңіз. Емнің әсері барынша тиімдірек болуы үшін, жоғарыда айта кеткендей, мейіз қайнатпасына 1 ас қасық жаңа сығылған пияз шырынын сығып, 1 ас қасық бал қосуға болады. Ерте заманда денені теміретке басқанда оған мейізді жарып жақсылап үйкеген және мейіз қайнатпасын тері аллергиясына қолданған. Мейізден теріге маска жасауға болады. Ол үшін 1 уыс мейізді алып, ет тартқыштан өткізіп, 1 ас қасық бал мен 1 ас қасық қаймақ және де 1 ас қасық сұлы ботқасын қосу керек. Осы айтылған қоспалардан тамаша маска шығады. Күніне 1 грек жаңғағын, 2 кептірілген өрік және 10 түйір ғана мейіз жеп, жылы су ішіп тұрсаңыз, жүрегіңіз сіз ойлағанда жақсы жұмыс істейді. Және де өзіңіз білмейтін аурулардан айығып, ана-мынау сырқаттарға сыр бермейсіз. Мейіз кептірілген жүзім. Кептірілген жемістердің ең басты құндылығы ағзаға қажетті минералды заттарға бай. Оның құрамында май жоқ. Бұл жемістің балғын жеміс-жидектерден айырмашылығы шырынсыз болуы. Алайда кептіру кезінде пайдалы дәрумендер мен минералды заттардың жартысы жоғалады. Бірақ қалатын микроэлементтер натрий, магний, калий, кальций, темір және пектиндер сақталады. Кептірілген жемістер тәттісіз өмір сүре алмайтын адамдар үшін таптырмайтын азық. Жемістің бұл түрінде сахароза, фруктоза, глюкоза көп болғанымен калориясы 2 есе аз. Олар ағзаға тез сіңіп кетпей, аз мөлшерде еріп түседі де, басқа тәттілермен салыстырғанда қандағы инсулинді көтермей, бір қалыпты ұстайды. Сонымен қатар тырнақты қатайтады, жүйкені тыныштандырады. Сондай-ақ мейіз қанды тазартады, жүрек ауруларына дұрыс көмектеседі. Ауыр жүктемелерден кейін спортшыларды қалпына келтіреді, миды белсендіреді және жүйке импульстарының өтуін жеделдетеді. Мейіз құрамында еритін де, ерімейтін де талшықтар бар. Олар ішек қозғалшықтығын сақтауға, іш қатуды жеңілдетуге және диареяның алдын алуға көмектеседі. Күн сайын мейіз жеу асқазанға пайдалы. Құрамындағы талшық судан ісінуді басатын және ас қорыту жүйесінің токсиндерін кетіруге көмектеседі. Ас қорытуды жақсартады. Мейіздің талшықты құрамы асқазан ішек жолдарын тазартуға, организмнен қалдықтар мен улы заттарын шығаруға көмектеседі. Жүктілік кезінде нәрестенің өсуі мен ананың денсаулығы үшін қажетті болатын жеміс. Мейіз магний мен калий қышқылдықты төмендетеді және тағамның ас қорытуын жеңілдетеді. Сонымен қатар мейізді үнемі тұтыну асқазан мен ішектің жұмысын қалыпқа келтіреді. Мейіздің құрамындағы талшықтар организмнен токсиндерді тиімді шығарады және асқазан ішек жолын қалыпты жағдайда ұстайды. Және де мейіздің инфекцияға емдеуге көмектеседі. Мейіз құрамында
қабынуға қарсы антиоксиданттар ретінде белгілі полифенол бар. Олар антибактериалды қасиеттерге ие. Олар безгектің пайда болу қаупін төмендетуге және бактерияларды жоюға көмектеседі. Сүйектерге күш береді. Мүйіз құрамында кальций көп. Бұл сүйек денсаулығы үшін қажет. Кептірілген жүзім артрит пен подаграны емдеуге көмектеседі. Сонымен қатар остеохондрозы бар науқастарға пайдалы. Мүйіз құрамында кальцийдің максималды сіңуін қамтамасыз ететін бор бар. Сонымен қатар артық салмақтан арылуға ықпал етеді. Семіз адамдарға арналған зерттеулер көбінесе олардың көпшілігі метаболизмнің баяулығынан және асқазан ішек жолдарының нашар жұмысынан зардап шегеді екен. Метаболизмнің төмен жылдамдығы артық майдың жиналуына ықпал етеді. Өйткені олар тұтынатын тағам энергияның орнына майға айналады. Мүйіз талшыққа бай. Бұл ас қорыту процесін түзетуге көмектеседі. Қатерлі ісіктің алдын алуға ықпал етеді. Зерттеулер көрсеткендей, кептірілген жемістер, әсіресе құрма, қара өрік және мүйіз құрамында кейбір жаңа піскен жемістерге қарағанда күшті антиоксиданттық қасиеті бар жоғарғы фенолды қосылыстар бар. Антиоксиданттар біздің денсаулығымыз үшін өте маңызды, өйткені олар бос радикалдардың алдын алады. Бұл өте реактивті химиялық заттар. Олар ішкі мүшелерге, жасушаларға зақым келтіруі мүмкін. Еркін радикалдар қатерлі ісік жасушаларының өздігінен өсуіне және де қатерлі ісіктің таралуына әкелетін негізгі факторлардың бірі болып табылады. Сондықтан антиоксиданттарға бай тағамдар, мысалы мүйіз, қатерлі ісіктің табиғи емі болып табылады. Мүйізді рационға енгізу арқылы сіз денеңіздің антиоксиданттық деңгейін жоғарылатып қана қоймай, сонымен қатар жасушалардың зақымдануынан азайтып, қатерлі ісіктің алдын аласыз. Мүйізде кездесетін маңызды антиоксиданттардың бірі катехин. Бұл ісік пен тоқ ішек ісігінің пайда болуын болдырмауға көмектеседі. Мүйіздің шашқа пайдасы. Мүйіздің құрамында шашқа пайдалы көптеген қоректік заттар бар. Олар шаштың күйін жақсарту үшін В тобының витаминдері, темір, калий және де антиоксиданттары кіреді. Қатты және сау шаш. Мүйіз темірге бай. Шашты сау ұстау үшін қажетті қоректік зат. Денеге темірдің жетіспеушілігі шаштың жансыз болуына және тез түсе бастауына әкелуі мүмкін. Темір дененің қан айналымын жақсартады және шаш фолликуласының өсуін ынталандырады. Бұл шашты мықты және сау етеді. Қайсақтың алдын алады. Мүйіз құрамында С дәрумені көп. Ол минералдардың сіңуін жеңілдетеді және шашты нәрлейді. Бұл шаштың табиғи түсуін сақтауға көмектеседі. Мүйізді күнделікті тұтыну қан тамырларын нығайтады. Бұл өз кезегінде бас терісінің қабыршықтануын азайтады. Қайғызғақ пен қышуды жояды. Мүйіз бас терісінің қабынуын тежейді. Шаштың түсуін болдырмайды. Мүйіз өз денесін құрумен айналысатын ер адамдарға пайдалы. Көмірсулардың жоғары мөлшері қарқынды жаттығулардан кейін қалпына келтіруге көмектеседі және бұлшықеттердің қалыптасуына ықпал етеді. Бауыр адам ағзасындағы ең бір маңызды орган екенін білесіздер. Ол үшін гепатит А, Б және С цирроздары аса қауіпті. Сондықтан бауырға күтім жасап, тазалап тұру керек. Оның ең бір оңай жолы мүйізбен су арқылы тазалау. Алдымен ол үшін сапалы қара мүйізді таңдап аламыз. Сырлы ыдысқа 3 стақан сумен бір шынаяқ мүйізді саламыз. Содан кейін 2 минут қайнатып 24 сағат тұндырып қоямыз. Келесі күннен бастап таңертең бір шынаяқ ішіп жүріңіз. Оның ыстық және салқын күйінде де ішуге болады. Мүмкіндік болса, бір апта ішкен абзал. Әрі осы күндері майлы тағамдар мен алкогольді ішімдіктерден бас тартыңыз. Мүйізде қанттың көп мөлшері бар. Піскен жүзімнен 8 есе көп. Қант оңай сіңеді және майлы тіндерде сақталатын энергияның үлкен ағынын қамтамасыз ете алады. Ал кейде шамадан тыс мүйізді шамадан тыс қолдану ұсынылмайды. Ақылға қонымды дозаны ұстаныңыз. Әйтпесе сіз семіздікке және онымен бірге денсаулыққа қатысты басқа да мәселелерге тап болуыңыз мүмкін. Жоғарыда айтып кеткендей ем-домның барлығын дәрігердің қарауынсыз қолдануға болмайды. Міндетті түрде дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Ауырмаңыз. Дендеріңіз сау болсын.